Сәлем достар, мен каналыма қош келдіңіздер. Бүгін өте керемет дәмді әрі пайдалы крем суп жасаймыз. Бізге ең бірінші алдымен әрине асқабақ қажет болады. Оны жуып тазалап, кішкентай бөліктерге бөліп тураймыз. Сонымен қатар бізге 1 пияз, 2 түйір сарымсақ, 100 грамм клейги және 60-70 грамм сарымай қажет болады. Және қалауыңыз бойынша 1 сәбіз және 1 картоп қоссаңыз болады. Кастрюльге сұйық майды құямыз және оның үстіне сарымайымызды салып ерітеміз. Ұсақтап туралған пиязды, сәбізді және картопты салып қуыра береміз. Сақтап туралған сарымсақты қосамыз. Тұз, қызыл бұрыш, қара бұрыш дәмдеуіштерімізді қосамыз. Біраз қуырылғаннан кейін туралған асқабақты да саламыз. Егер май аз болса, кішкене май қосамыз, тұз қосамыз және 5-6 минут қуырып аламыз, араластырып тұрамыз. Енді бөлме температурасындағы немесе қайнап тұрған, яғни кез келген суды қосамыз. Асқабақтың бетін жапқанша қосамыз. Осыны енді 20 минуттай қайнатамыз. 20 минут өтті, асқабағымыз жұмсарып пісті. Енді артық суын бөлек бір ыдысқа алып қоя тұрамыз. Және блендермен жақсылап еземіз. Блендермен езген кезде түйіршіктер қалдырмауға тырысамыз. Және алдындағы бөлек ыдысқа алған сорпаны өзіңізге қажет консистенцияға жеткенше қосасыз. Міне осымен крем супымыз дайын болып қалды. Енді 100 грамм немесе 1 кесе клейгиді қосамыз, араластырамыз. Түсі өте керемет болып шықты, өте дәмді және иісі де өте керемет. Асқабақтан жасалған крем супты ақ желкенмен, асқабақ дәндерімен және қытырлақ нандармен әсемдейміз. Егер видео ұнаса, лайк басып, комментарий жазыңыздар. Асқабақтан дәмді, пайдалы тағам жасаңыздар. Келесі видеода кездескенше.